Астана қаласының қақ ортасындағы үлкен онкологиялық орталықтың дәлізі әрқашан үнсіздікпен үрейге толы болатын. Айдар сол дәлізде тұрып, қолындағы қағазды қайта-қайта оқып, сенер-сенбесін білмей қалды. Бұл қате міндетті түрде қате болуы керек деп күбірледі ол іштей. 28 жастағы жігіт өмірдің қызығын көріп үлгермеген, кенеттен уақыттың аз деген сөзді естігенде әлемі бір сәтте тоқтап қалғандай болды. Сол сәтте қасына келген қыздың да беті бозарып, көздері жасқа толы еді. Оның аты Дина, 26 жастағы, әдемі, бірақ өмірден шаршаған жүзі бар қыз. Екеуінің талдаулары шатасып кеткен, дәрігерлер қате жасап, екеуіне де бірдей ауыр диагноз қойған. Бір-бірін мүлде танымайтын екі бейтаныс адамның тағдыры сол бір медициналық қателіктен бастап мәңгілікке тоғысты. Алғашқы кездесуде екеуі де ашулы әрі үрейлі болды. Айдар қатты дауыспен дәрігерге айқайлап, Дина болса үнсіз жылап тұрды. Бірақ орталықтан шыққан соң екеуі де емделуді бастаудан бас тартты. Әрқайсысының өз себебі бар еді. Айдар мен әлі көп нәрсе көргім келеді десе, Дина мен өз өмірімді біргім келеді деп. Бірнеше күннен кейін тағы да кездейсоқ жолықты. Бұл жолы қаланың көпірінде, жаңбыр астында. Айдар Динаны танып қалды да тоқтай қалды. Жүзіне күлкі үйіріп қолын созды. Сен сол қызсың ғой. Біздің уақытымыз аз екен. Сонда не істейміз? Қабырғаға қарап күндерді санаумен өткіземіз бе? Жоқ, ол мен үшін емес. Кел, қалған күндерді ойынға айналдырайық. Сен маған тапсырма бересің, мен саған беремін. Қорқатын ештеңе жоқ. Тек өмір сүрейік, шын өмір сүрейік соңына дейін. Дина алғашында күлкісі келмеді. Оның көздері үрейге толы еді. Бірақ Айдардың даусындағы сол батылдық, сол жалын оны еріксіз тартып әкетті. Жарайды, бірақ бірінші тапсырма менен, деді ол жұмсақ дауыспен. Ойын сол күні басталды. Дина Айдарға қаладағы ең биік ғимаратқа шығып, бар даусымен сүйікті әніңді айт деп тапсырма берді. Айдар орындады, жел соғып, адамдар қарап тұрғанда дауыстап ән айтты. Келесі күні Айдар Динаға түнде жаңбыр астында билейік, ешкімге қарамай деді. Екеуі де су болып күліп ойнап бір-бірінің қолын ұстап тұрды. Сол сәтте Динаның жүрегі алғаш рет жылынғандай болды. Күндер өте берді. Ойынның арасында олар бір-бірі туралы көп нәрсе білді. Айдар күлкілі, батыл, өмірді жақсы көретін жігіт. Ол Динаның күлкісіне ғашық болды. Дина нәзік, ойлы, бірақ ішінде үлкен күш бар қыз. Ол Айдардың қолына тигенде жүрегінің қалай дүрсілдеп соғатынын сезді. Бір күні кешке, қаланың шетіндегі саябақта отырып, Айдар Динаның қолын ұстап. Мен сенімен осылай өткізген әрбір минут үшін ризамын. Бұл ойын енді ойын емес қой, деді. Дина оның көзіне қарап жауап берді. Иә, мен де сенімен болғым келеді. Қанша уақыт қалса да. Олардың арасындағы жақындық күшейе түсті. Күлкі көбейді, қол ұстасу жиіледі, түнгі әңгімелер ұзара түсті. Олар қала бойынша серуендеп, күтпеген жерлерге барып, бір-біріне ұсақ сыйлықтар жасады. Айдар Динаға гүл әкелсе, Дина Айдарға қолдан пісірген тәттілер әзірледі. Олардың махаббаты қысқа, бірақ өте жарқын, өте шынайы болды. Ол өлім қорқынышынан да күштірек, үрейден де батыл еді. Бірақ өмір оларға тағы бір күтпеген сыйлық әкелді. Бұл сыйлық екеуінің жүрегін қуанышқа толтырды, бірақ сонымен бірге ең ауыр таңдауды да алдына қойды. Енді олардың алдында тек өз өмірлері ғана емес, үшінші бір жүректің, жаңа өмірдің тағдыры тұрды. Айдар Динаның көзіне ұзақ қарап дауысы дірілдеп. Мен сені сүйемін. Қандай шешім қабылдасақ та, мен сенімен біргемін, деді. Дина оның қолын қатты қысып, көз жасын ұстай алмай. Мен де сені сүйемін. Бірақ енді біз үшін ішіміз бар. Бұл таңдау өте ауыр. Олардың махаббаты осылай жалғасты. Қысқа уақыт ішінде олар өмірдің мәнін түсінді. Шын сүйіспеншілік уақыттың ұзақтығына емес, оның тереңдігіне байланысты екенін. Және бұл махаббат оларға мәңгілікке қалатын естеліктер сыйлады. Дина оның қолын қатты қысып, көз жасын ұстай алмай. Мен де сені сүйемін. Бірақ енді біз үшін ішіміз бар. Бұл таңдау өте ауыр. Бұл сөздерді айтқан сәтте Динаның дауысы дірілдеді.
Олардың ойынға айналған өмірінің ортасында бір күні дәрігердің кабинетіне қайта келгенде, күтпеген хабар оларды сілкіндіріп тастады. Дина жүкті болып шықты. Сол қысқа, жарқын сәттердің бірінде қол ұстасып, жаңбыр астында күліп тұрғанда, немесе түнгі серуенде жүректерін ашып отырғанда, өмір пайда болған еді. Айдар алғашында сөз таба алмай қалды. Оның көздері қуаныш пен үрейдің арасында ауысып тұрды. Ол Динаны құшақтап ұзақ уақыт үнсіз тұрды. Содан кейін ғана жұмсақ дауыспен: "Бұл біздің сыйымыз ғой. Біздің махаббатымыздың жалғасы." Бірақ деп тоқтады. Иә, бірақ деген сөз ауыр болды. Дәрігерлердің айтуынша, химиотерапия мен емдеу курстары басталса, балаға зияны тиюі мүмкін. Егер емделмесе, екеуінің де уақыты өте қысқа. Таңдау алдарында тұрды: өз өмірлерін сақтап қалу үшін күресу ме, әлде жаңа өмір үшін барлық қауіпке бару ма? Осы күннен бастап олардың ойыны өзгерді. Енді тапсырмалар жеңіл әрі нәзік болды. Бүгін бір-бірімізге баланың атын ойлап табайық, таңертеңгі күннің шығуын бірге қарсы алайық, қорқынышымызды айтып, бір-бір. Айдар Динаның ішіне қолын қойып, "Сен екеуің үшін күресемін" деп сыбырлады. Дина оның көзіне қарап, "Біз үшеуміз біргеміз" деп жауап берді. Күндер жылдам өтіп жатты. Олар Астананың әдемі жерлерін аралап, болашақ туралы армандады. Айдар Динаға "Біздің қызымыз болса, оны сеніңдей әдемі етеміз" десе, Дина күліп, "Ал ол болса, сеніңдей батыл болсын" деді. Бірақ түнде, жалғыз қалғанда, екеуі де үнсіз жылады. Махаббаттары енді тек екеуіне ғана емес, үшінші бір жүрекке де жауапкершілік артқан еді. Бір күні кешке, қаланың шетіндегі тыныш саябақта отырып, Айдар Динаның қолын ұстап, терең дем алды. "Мен қорқамын, Дина, сенсіз өмірді елестете алмаймын. Бірақ ол кішкентай жүректің соғуын естігенде, мен оны сақтап қалғым келеді. Егер таңдау керек болса, мен өзімді құрбан етсем де, сен екеуің бақытты болыңдар." Дина көз жасын сүртіп, оның бетінен сүйді. "Жоқ, Айдар, біз біргеміз. Емделеміз, бәріне күшіміз жетеді. Бұл махаббат бізді күшті етті. Ол өлімнен де, аурудан да күшті. Біз үшеуміз бірге күресеміз." Олардың шешімі қиын болды. Дәрігерлермен ұзақ әңгімелесіп, барлық қауіптерді өлшеп, соңында емдеуді бастауды, бірақ өте мұқият әрі нәзік түрде жүргізуді ұйғарды. Әрбір күн енді екі есе қымбат болды. Олар бір-біріне қолдау көрсетіп, күлкі мен үмітті жоғалтпады. Айдар Динаға: "Сен менің соңғы махаббатым емессің. Сен менің мәңгілік махаббатымсың. Біздің әңгімеміз жалғасады" деді бір күні. Дина оған жауап ретінде күлімсіреп, ішіне қолын қойып: "Иә, біздің әңгімеміз енді үшеуміздің әңгімесіне айналды. Және ол ең әдемі әңгіме болады" деді. Олардың махаббаты осылай сынақтан өтті. Қысқа уақыт ішінде олар өмірдің мәнін түсінді. Шын сүйіспеншілік уақыттың ұзақтығына емес, оның тереңдігіне, батылдығына және жанкештілігіне байланысты екенін. Қандай шешім қабылдаса да, олардың жүректерінде қалатын нәрсе бір-біріне деген шексіз махаббат және жаңа өмірдің үміті. Бұл олардың соңғы емес, ең шынайы махаббатының бастамасы болды. Олардың шешімі қиын болды. Дәрігерлермен ұзақ әңгімелесіп, барлық қауіптерді өлшеп білген соң, Айдар мен Дина емдеуді бастауды, бірақ өте мұқият және нәзік түрде жүргізуді ұйғарды. Әрбір күн енді екі есе қымбат, әрбір сәт баға жетпес болды. Емдеу процесі ауыр өтті. Айдардың күші тез азайып, шашы түсе бастады. Дина да әлсіреп, жүрек айнуы мен шаршау оны жиі жаулап алатын. Бірақ олар бір-бірінен қол үзбеді. Айдар Динаның ішіне қолын қойып отырып, "Біз үшеуміз біргеміз. Сен екеуің үшін мен бәрін көтеремін" деп сыбырлайтын. Дина оның әлсіреген қолын ұстап, "Сен менің күшімсің. Біздің сәбиіміз сенің күлкіңді мұра етіп алады" деп жұбататын. Ойын жалғасты, бірақ енді ол басқаша сипат алды. Тапсырмалар жеңіл әрі жүрекке жақын болды. "Бүгін бір-бірімізге баланың мүмкін аттарын айтайық, таңертеңгі күннің шығуын аурухана терезесінен бірге қарайық, қорқынышымызды айтып, бір-бірімізді құшақтайық." Кейде Айдар Динаға "Мен саған ән айтып берейін" десе, Дина оған "Қолыңды ұстап, үнсіз отырайық" деп жауап беретін. Уақыт өте келе Динаның іші көрінетін болды. Ол Айдардан жүкті екенін толық жасыра алмады.
ауыр сәт тілейміз. Айдардың көздері қуанышқа толып, сонымен бірге үрейге бататын. Мен сені және оны сақтап қалғым келеді. Егер менің өмірімнің бағасы осы болса, мен оны төлеймін дейтін ол. Бір күні түнде аурухана бөлмесінде Айдардың жағдайы күрт нашарлады. Ол Динаның қолын әрең ұстап тұрып, дауысы әлсіз. Дина, егер мен болмасаң, сен күрес. Сәбиімізді өсіріп, оған біздің әңгімемізді айт. Оған айт, әкесі оны өте қатты сүйгенін. Және сен менің соңғы махаббатым емессің. Сен менің жалғыз және мәңгілік махаббатымсың, деді. Дина көз жасын ұстай алмай, оның маңдайынан сүйіп. Жоқ, Айдар, сен кетпейсің. Біз үшеуміз бірге боламыз. Сен менің күшімсің, біздің үмітімізсің. Мен сені күтемін. Біздің сәбиіміз сені күтеді, деп жылады. Емдеу жалғасты. Дәрігерлердің күш-жігері, олардың өзара сүйіспеншілігі және іштегі кішкентай жүректің соғуы, осының бәрі оларға үміт сыйлады. Айдардың жағдайы біртіндеп тұрақталып, Дина да күш жинай бастады. Ақыры сол күткен сәт келді. Дина ауруханада сәбиін дүниеге әкелді. Кішкентай қыз олардың махаббатының жалғасы. Айдар бөлмеге кіріп, әлсіз болса да, күлімсіреп, әйелі мен қызын құшақтады. Ол сенің көзіңе ұқсап тұр, деді Дина. Ал күлкісі сенікі, деп жауап берді Айдар, дауысы дірілдеп. Олардың махаббаты сынақтан өтті. Ауру, қорқыныш, ауыр таңдау, бәрі оларды сындыра алмады. Қайта оларды күштірек, тереңірек етті. Қысқа уақыт ішінде олар өмірдің ең маңызды шындығын түсінді. Шын сүйіспеншілік уақыттың ұзақтығына емес, оның тереңдігіне, батылығына. Енді олардың әңгімесі жаңа тарауға айналды. Үш жүрек бір-бірімен байланысты. Айдар Динаның көзіне қарап күлімсіреп. Бұл біздің соңғы махаббатымыз емес. Бұл біздің мәңгілік махаббатымыздың бастамасы, деді. Дина қызын құшақтап, басын изеді. Иә, біздің махаббатымыз енді мәңгі жалғасады. Дина ауруханада сәбиін дүниеге әкелді. Кішкентай қыз олардың махаббатының ең әдемі жалғасы. Айдар бөлмеге әлсіз болса да жүгіріп кірді. Көздері жасқа толып, Динаның маңдайынан сүйіп, кішкентай қызды құшағына алды. Ол біздің қызымыз, деді Айдар, дауысы дірілдеп. Сен екеуің үшін мен бәрін беруге дайынмын. Дина шаршаған жүзімен күлімсіреп, оның қолын ұстады. Сен кетпейсің, Айдар, біз үшеуміз біргеміз. Мен сені күтемін, ол да сені күтеді. Бірақ өмір оларға жеңілдік бермеді. Динаның жүктілігі кезінде емдеуді толық жүргізе алмағандықтан Айдардың жағдайы қайтадан ауырлады. Химиотерапия курстары қатты әсер етті. Ол аурухана төсегінде жатып Динаға қарап. Мен саған уәде беремін. Егер мен болмасаң, сен оны өсіріп бақытты ет. Оған біздің әңгімемізді айт. Қалай кездескенімізді, қалай ойын ойнағанымызды, қалай бір-бірімізді сүйгенімізді. Оған айт, әкесі оны өте қатты сүйгенін, деді. Дина көз жасын сүртіп, басын изеді. Сен кетпейсің. Біздің қызымыздың атын Айша деп қояйық. Сенің есіміңнің бір бөлігі болсын. Біз күресеміз. Күндер өте берді. Айдар әлсіреп, бірақ әр күні Дина мен кішкентай Айшаны көргенде күлімсіреп күш жинайтын. Олар аурухана бөлмесінде шағын отбасылық сәттер өткізді. Дина қызын емізіп отырғанда Айдар ән айтып беретін, немесе үшеуі үнсіз отырып, терезеден Астананың көрінісін тамашалайтын. Бір күні Айдардың жағдайы күрт нашарлады. Дәрігерлер бас шайқады. Дина оның төсегінің қасында отырып, қолын қатты ұстады. Айдар, сен менің соңғы махаббатым емессің. Сен менің өмірімнің махаббатысың. Мен сені мәңгі сүйемін. Қызымызға сенің батылдығыңды, күлкіңді, жүрегіңді береміз. Айдар әрең күлімсіреп Динаның бетінен сүйді. Мен бақыттымын. Сенді кездестіргенім үшін, осы махаббат үшін. Біздің қызымызды бақытты ет. Мен әрқашан сендермен біргемін. Сол түні Айдар мәңгілік ұйқыға кетті. Дина оның қолын ұстап ұзақ жылады. Бірақ жүрегінде үміт өшпеді. Ол қызын құшақтап, іштей, біз сенің әкеңнің арманын жалғастырамыз, деді. Бірнеше айдан кейін Дина кішкентай Айшамен үйде отырды. Қыздың күлкісі Айдардың күлкісіне ұқсап тұрды. Дина терезеге қарап, естеліктерді еске алды.
онкологиялық орталықтағы алғашқы кездесу жаңбырана бітті. Бәрі қысқа болды, бірақ өте жарқын. Ол қызына сыбырлады. Әкең менің соңғы махаббатым емес еді. Ол менің мәңгілік махаббатым болды. Сен біздің махаббатымыздың жалғасысың. Біз оны мәңгі есте сақтаймыз. Динаның көзінде жас болса да, жүрегінде бейбітшілік бар еді. Өйткені шын махаббат уақытпен өлшенбейді. Ол жүректерде мәңгі қалады. Олардың әңгімесі аяқталған жоқ. Ол енді жаңа өмірде кішкентай Айшаның күлкісімен жалғасып жатты.